Тылсым. Әңгіме. Авторы Мәди Айымбетов. Тәп-тәтті болып таралған балбыр ләззаттың дірілі, күнім саяның тән бойын шымыр-шымыр етіп, бүткіл жан дүниесін, болмысын таңғажайып өзгеріске түсірді. Бұл құбылыстың аналық өзегіне байланған қызулы тіршілік түзілісінің бір айға жетер-жетпес қана ғұмырының белгісі екен ол алғашқы күндері айқын түйсіне алмай жүрді. Әйтсе де бет ажарынан балалықтың уыз табы әлі толық кетіп үлгермеген, ақ-торғын өңді жас әйелдің шарасы сәл дөңгелене біткен тұп-тұнық көздерінің тереңінде бойындағы осы беймәлім өзгерістің қызық та қытықшыл елжір күйіне деген толқулы бір таңданыстың нұрлы ұшқындары ояна бастағаны анық еді. Түннің ұйыған тыныштығында жүрегінің дүрсілі дәлізде кіреберіс есікке қарама-қарсы қабырғадағы сағаттың сырт-сырт соғысымен жарысып соғып жатқандай сезілді. Жүрек соғысы бірақ кеудесінен емес, дәп осы мезетте төменірек, кіндіктен сәл жоғары, оң жақ бүйіріне таманғы тұстан білінгендей. Ол ұйқыға алаңсыз беріліп, өзіне қарап, бір қырын жатқан Нұрсейіннің оң қолын жайлап қана ұстап, оның жап-жалпақ қызыл алақанын жүрек соғысы лүп-лүп бүлінген құрсағының тұсына жанастырды да, демін ішіне тартып, тым-тырыс тына қалды. Енді расында да айқын болды. Жүректің соғысы кеудеден емес, дәл сол жерден, Нұрсейіннің алақаны сипалаған тұстан білініп жатыр. Күнімсая мұны ап-анық сезді. Жүрегі кеудесінен суырылып төмен түсіп кеткеніме сұмдық-ай деген суық секем оның өн бойын дір еткізді. Нұрсейін, Нұр! Ол ұйқылы-ояу ыңырсып, аударылып, шалқасынан жатқысы келген күйеуін қатты қысып құшақтай алды да ып-ыстық деммен үні дірілдей үздіге сыбырлады. Кішкене ғана көзіңді ашшы, тыңдашы мені. Менің жүрегім біртүрлі өзі, орнында емес сияқты. Күнімсаяның алабұртқан үні көзі ұйқыға кетіп бара жатқан Нұрсейінді оқыс селт еткізіп, басын кілт көтерді. Не дедің жаным? Жүрегім дейсің бе? Не болды жүрегіңе? Ауырып жатырмысың? Ол алаң-ұлаң сасқалақтап, алақанын Күнімсаяның сол жақ кеудесіне басты. Нұрсейіннің үрейлі кейпіне Күнімсая абыржи қарап, өрекпей бастаған толқуын сәл басып, бойын жиып алды. Езуіне әдемі ерке жымый сиялап, кеудесінің жүрек тұсын сипалаған оның қолының сыртына жұп-жұмсақ алақанын нәп-нәзік қана жанастырды. Түн ортасында ақ жаймалы шағын төсектің үстінде бір-біріне үнсіз, елжірей қарап отырып қалған екеуін терезенің жұқалтым пердесінен сығалаған шарадай болып, толған айдың уылжым сәулесі аймалады. Ашық аузан қауым-ай, кішкентай ғана ақымағым-ау, жүрегің сенің міне кеудеңде тұр ғой дұрыс-дұрыс соғып. Оның дұрыс-дұрыс соққанын неге мына жерден білінеді деп Күнімсая ішінің кіндік тұсына Нұрсейіннің алақанын басады. Меніңше ол сенің екінші жүрегің сол жерден пайда болған. Түнде, тып-тыныш кезде осылай дүрсілдеп соғып жатады. Біліп қой, солай. Нұрсейін әрі абыржулы, әрі таңырқаулы балғын кейпімен өзіне жәудірей, жәутеңдеп қараған Күнімсаяны құшақтап, мойнынан иіскеді де құлағына, ол сенің ғана емес, екеуміздің жүрегіміз, күнім, деп ынтыға сыбырлады. Мүмкін емес. Сәл қобалжулы, сәл таңданыс түнмен дірілдей сөйлеген Күнімсая, құрсағының дәл сол тұсын алақанымен жұп-жұмсақ сипалап, Нұрсейіннің де алақанын соған жайлап жанастырды. Болар болмас қана діріл, емсеміз қытықшыл жыбыры ана құрсағында, емсеміз біліне бастаған тіршіліктің сыртқы дүниеге өз болмысынан байқатқан алғашқы қимыл белгісі еді. Болашақ жас ана мен жас әке өздерінің оттай қызулы болмысынан түзеле бастаған құйттай жаратылыстың лүп-лүп еткен тылсымын ай кемеліне келіп толысқан осы әппақ нұрлы жарық түнде ішкі жан жүйе сезімдермен елжірей сезінді. Өздерін ана мен әке болуға еліктірген осыншалықты ыстық та тосын сезінудің әсеріне жым-жырт шомған екеуінің бақытты оңашалығын түн тыныштығы әлдилеп тұрды. Жым-жырт түн, ай олжыған жап-жарық түн. Құйттай болмысқа құйттай ғана жүрек пайда болып, оның тұңғыш рет лүп-лүп соға бастаған түні. Содан бері өткен әрбір күн, әрбір түн Күнімсаяның тән бойына да, көңіл сезіміне де
бір шырын іңкәрлікті ұйытып, өзегінде оянған тағы бір болмыстың тынысы жүрегінің басын оқтын-оқтында шымыр еткізіп қояды. Өзімен бірге қос қабат өмір сүре бастаған шарана жаратылыс жарық дүниеге нәресте әкелудің құбылысын бұрын соңды сезінбеген жас ананың жүрегін өзінің лүп-лүп соққан құйттай жүрегімен бірге бұлқынта берді. Қазір ақторғын жүзі енді бұрынғыдан да ашаңданып, түзу, жұқалтаң әдемі мұрнының нәзіктеу қыр ұшынан таман біліне бастаған сақина белдеу көлегейі оның балғын мінсіз көркін өзгеше бір жарасыммен әрлей түскендей еді. Күнімсая бет бейнесінің бұлайша өзгере бастағанын алғашқыда бір түрлі қызықтап таңырқап жүргенімен, көңіл қошы болмаған кейбір күндері айналдында ұзақ-ұзақ отырып оңашада уайымдаған сәттер де болды. Айым, күнім деп өліп өшіп елжірей сүйетін Нұрсүйені өзгеріп, жадауланған мына сиқымнан шошынып, суынып кетсе қайтем? Мұндайда оның алып ұшқан көңілі демде кіреукеленіп, жайдары қабағы кіртиіп, сұлық, көңілсіз жүреді. Желекті жап-жасыл жаздың жайраңдап атқан, керімсал таңы нәзік гүлдердің неше алуан жұпар иісін айқара ашылған терезеден ішке қарай жеп-жеңіл ғана желпінтіп-желпінтіп жіберген кезде, Күнімсаяның жүзіндегі осы бір көлегей үштігейлі ғайып болып, бетінің ұшы бал-бұл жанып, мөлтең жанары күлімсіреп шыға келеді. Мамырдың бағышын құлпыртқан балдырған, балауса көк майсасы маусымда толысып, сарғалдақ гүлдердің басы әр-әр жерден ғана қылтия көрініп қалды. Маусым жаз Нұрсүйін мен Күнімсаяның тау баурайындағы баспанасының аулабағында осылайша масайрап тамылжып тұрды. Күнімсаяның жүрегі осыншама көлгөсір жайдары әсерден лүп-лүп қуана соқты. Оның бұл қуанышы өн бойын шымырлай сергітіп, көңіл қошын ерекше шаттандырды. Осы бір мезеттерде өз тіршілігін болмашы ғана сезіндіріп, сұлбасы айқындалып келе жатқан нәресте болмыстың құбылысын анасының өмір ырғағымен, сезіну құбылысымен байланыстырған кішкене жаратылыстың өзегіне сергекте жып-жылы тыныс құйылды. Жап-жарақ күн күліп тұрған сыртқы таңғажайып әлемнің өзіне әлі беймәлім тыныс лебін ол ана құрсағының осы алақанның аясындай ғана түпкірінде жатып, бүлкіл қаға сезінді. Анасының езуіндегі нұрлы жымиыс оған да со күйінде, сол белгі бейнесінде айнымай көшкен тұңғыш сәт осы еді. Құрсағында бүлк-бүлк еткен құйттай нәресте болмыстың өзімен бірге қуанғанын Күнімсая осы бір сәт айқын сезінді. Жаздың жайдары күнінің реңі түс ауа кілт бұзылып, асқақтай, ап-айқын көрінген алып таудың өркеш-өркеш шыңдары аунап-аунап көшкен қою сұрғылт бұлттан қалың жамылға шабылды. Бақ ішінде дамылсыз шықылықтаған ақ бауыр шымшықтар әлдеқайда зым-зия жоғалып кетті. Төңірек саматты күңгірт тартып, ауадан жаңбырдың дымқыл иісі білінді. Кенет аспан күмбезін екі жартыға бөліп, шытынатып жіберердей найзағайдың ағалмас сәулесі жалтылдай ойнап шатыр-шұтыр ете қалды. Жүрегі зу етіп аяғының ұшына кеткен Күнімсая екі құлағын алақанымен басып, көзін тарс жұмып алды. Артынша жаңбырдың ірі-ірі, сирек-сирек тамшылары ағаштың елбіреп, сыбдырласқан жапырақтарына тарсылдап соғыла бастады. Ауладағы ағаш сәкінің үстіне жайған кілемше мен көрпешелерді дереу жинастырған Күнімсая үйге кіріп үлгергенше бірден нөсерлей жөнелген жаңбыр селдеп құйып кетті. Шелектеп жауған қалың нөсер біразға дейін толастамады. Бақтың ішіндегі жалғыз аяқ, соқпақ жол арнасы лықсыған жылғаға айналып, жаңбырдың суы сар-сар ақты. Аспан мен жердің арасын екпіндеп жауған нөсердің сарқырама пердесі тұтастырып жіберді. Күнімсаяның мұншама қатты жауған жаңбырды биылдыққа бірінші рет көру еді. Дәліздің есігін жаппай, ішке құйылған самалды сабат ауаға кеудесін кере дем алып, төпелей жауған жазғы нөсерге әсерлене қарады. Таудың обап шұбаған сілемдерін шағалап, шығыс бетке қарай ауған сұрғылт бұлттар жер дүниені селдеткен нөсерді өзімен бірге алып кетті. Аспан күмбезінің бір бөлігі жаңа жауған шәй көйлектей ашылып, бесінге қарай еңкейе бастаған күңгөктің жүзіне жарқырап шыға келді. Бақтың іші қайтадан жайдары жарқын қалпына түсті. Ағаштардың желегі жап-жасыл нұрға малынып, көк майсаның арасындағы сарғалдақ гүлдер күлім-күлім етіп қауыздарын ашты.
Құрсақтағы тіршілікте оны құптағандай нәп-нәзік қимылымен бүлкіл қағып жатты. Көлгөсір әсердің құшағында әлдиленген, өзін армансыз бақытты сезінген жас әйел тағы бір күннің жылжып өте шыққанын білмейді қалды. Үлкен қаланың ызы шулы, ығы-жығы сапырылысқан қозғалыс үстіндегі тіршілігінен алыстап, Нұрсейін екеуі тау баурайындағы осы шағын саяжайды мекендегелі, Күнімсая таңертеңнен ымырт түскенше жападан жалғыз, оңашалықта бірінен соң бірі алмасқан неше алуан көңіл-күй әсеріне шомып, осылайша күн кешумен болды. Ал Нұрсейін күнде таңертең қалаға жүретін бірінші автобусқа үлгеру үшін, күн шығар шықпастан төменіректегі бір шақырымдай жердегі аялдамаға қарай асығады. Жалдамалы жұмыс іздейтін үлкен көшенің бойындағы тұрағына ертемен бармаса, бір күндік нәпақадан қағылады. Күнбе-күн қайталанатын мардымсыз тіршіліктің соңында жүрген оның істейтін әрекеті осы. Құрылыс комбинатының құрастыру цехы жабылып, институттан соң бір-ақ жыл жұмыс істеп инженерлік қызметінен айырылған Нұрсейін үлкен қаланың ішінен жұмыс іздеп, жарты жыл бойы аяғынан сабылды. Анда-мұнда жүгіріп тентіреп өз бетінше жұмысқа орналаса алмаған ол, жұмыссыздар бюросына барып тіркеліп, уақытша жартымсыз жәрдемақы алып тұратын болған. Бірақ мұның да мерзімі шексіз емес екен. Ақыр соңында бұл несібеден де қағылып, қара суық күздің тұнжыраған күндерінің бірінде қаланың жалдамалылар тізіліп тұратын атақты үлкен көшесінің бойынан бір-ақ шықты. Бұл жерді күнкөріс үшін тұрақ ететіндердің де өз заңы мен тәртібі, ақсүйектері мен қаратабандар бар еді. Көшенің орталыққа таяу жерлердегі сүбелі орындарының әр қадамы есепте, оны уысында ұстап, өз санатына кіретін адамдарына өлшеп бөліп беріп отыратын қожайын атамандар болатынынан бейхабар Нұрсейін алғашқы күні осындай тосқауылға тап болды. Ескі-құсқы киім салған жолдорбасын иығына іліп алған ол, ұзын көшенің басынан түсіп, төмен қарай жүрді. Қаланың орталық тұсындағы көшенің оң жақ бетінде араларына 10-15 қадамнан тастап, әр жерде үшеуден төртеуден топталып тұрғандардың бір шоғырына таман аяғын имене басып тақаған оған әлгілер үрпиісе қарады. «Ей, балақай, әрмен қарай жүр, сүйкенбей. Әйтпесе көкеңді көзіңе көрсетеміз», деді. Даусы шіңкілдек, томар мойын, қортықша бойлы қызыл сары. «Бұл ара сен сияқты қара тамандардың орны емес. Бар, көзіңді сүзіп, мүләйімсіме, жөніңді тап». Көздерімен атып, оқырайып, осқырына қараған ересек жігіттердің суық, ашушаң кейіптерінен Нұрсейін кәдімгідей қаймығып қалды. Жөн сұраспай жатып, өре түрегелгендердің сыңайында тап бір ата жауы маңдай алдынан шыға келгендей ызалы өрекпу бар еді. Недерге білмей, әрі-сәрі күйде бұйығып, жасқанып қалған Нұрсейін бұл арада көп мүдірмей көше бойымен төмен қарай ілбіп кете барды. Ерсілік-қарсылық қозғалып, сан жүздеген мәшинемен адамдар ағылған ұзыннан ұзақ қаланың терістігіне қарай созылған сұрғылт көше қанын ішіне тартып, сазарып тұрды. Қарашаның дымқыл ызғырығына үстіндегі шолақ күртешесі қамсау болмай, іш бауыры қалтырап дірдек қақты. Қанша тоңса да, жеделдей басып, тезірек жүріп кете алмады. Ол оң-солына жалтаң-жұлтаң қарап, көше бойынан аялы етер орын іздеп келе жатты. Көшенің қос қапталында тізілгендердің қарасы сиреген сайын, ұсақ көшелердің бір қиылыс қалтарысына келіп аялдаған Нұрсейін арқасын жол жиегіндегі кәрі-еменнің қос құлаштай жуан діңіне сүйеп отыра кетті. Аяғы салдырап, сілесі қата қалжырағанын енді ғана сезінгендей, өзегінің талғанын да бір жолы ұмытып кетті. Көзін азғана мұрсат жұмып, бойын салдыратқан шаршаудың еркіне амалсыз шырмалды. Көздерінің тұңғиығында бұлдыр-бұлдыр ұсақ ноқаттар бір-бірімен сапырласып, тұтасып, сұрғылт пердеге айналып шексіздікке шымыр-шымыр сіңеді. Әлден соң көзін сығырайтып сәл ашқан бір сәтте терең мұнардың ортасындағы сызаттай саңлаудан болмашы сәуле әуелі себедей түсіп барып, жарық ғаламның нұры бірден жамырап сала берді. Ол делсал болған бойын жиып, орнынан созыла көтерілді. Бұл төңіректен өзі сияқты тентіреп жүргендердің қарасы көзіне шалынбады. Әлде күн кешке ауғасын жөн-жөндеріне тарап кетті ме екен? Әйтеуір бұл араға өзі би, өзі қожа болғанына көзі айқын жетіп, енді ол әрлі-берлі зырлаған мәшинелерге қарағыштап, өзінің жалдамалы болуға бейілді екендігін танытқысы келді. Солбыраймай, кеудесін қанша түк ұстағысы келгенмен, күздің сүмелең суығы еріксіз құтын қашырды.
қолын күртешесінің қалтасына салып, сол кәрі еменге сүйенген күйі бозарып сазарып, 1 сағатқа жетер-жетпес уақыт қана тұруға шыдамы зорға жетті. Қаланың бұл қиырына бейуақта жалдамалы жұмыс қолын іздеп, есі ақылы дұрыс адамның келмейтін пайымдаған өзінің ақмақтығынан алыды. Бұл арадан енді қаланың бір шетіндегі құрылысшылардың жатақханасындағы әне кетем, міне кетеммен уәдесін созып тұрып жатқан бөлмесіне оралу пайдасыз іс. Одан да мына іргедегі темір жол вокзалына барып жылынып алған дұрыс болар сірә. Содан соңғысын көрермін, бір жөні болар деп ойлады. Даңғарадай жолаушылар залындағы қаз-қатар қойылған ұзынша сәк орындықтарының бос тұрғаны жоқ. Құжынаған адам. Кейбіреулері қабырғаға жағалай деңкейген қапшық, қалталарын жайғастырып солардың үстінде отыр. Бір кетіп, бір келіп толассыз азғындап жатқан адам нөпірінің арасында іліп кетудің, лып еткізіп қағып кетудің амалын іздеп, ылдым-жылдым жүргендер де құлқыннан, қу тамақтан өтер талғажау етерлік нәпақаны кімнен қайтып табамын деп жүрген тілемсектер де басын иығына сиеп, бір түн ғана көз шырымын алуды өзі сияқты бір сәттік арманы еткендер де жетерлік. Адамның әрқилы дамылсыз тіршілігі, әрқилы сапырылыс, қозғалысы бір-бірімен мидай араласып, сан тарам бағытқа кететін жол тоғысындағы осы жердің өмірін қызғыз қайнатады. Екінші қабатқа көтеріліп бара жатқан Нұрсейін, «Ей, балам, тәңір жарыл қағыр, көмектесіп жібермейсің бе?» деген дауысқа жалт қарады. Екі құлағы жалбаңдаған, көнетөз малақайын бір шекесіне таман қисайта киген, ойқы-шойқы сиректеу біткен ақ бурыл сақал мұрты селдіреген, томпақ көз, кішкене ғана қара шал бұған қолын бұлғады. Осында немере інімнің қызы тұрушы еді. Жаңа пойыздан түсіп, енді қаладағы соның үйіне қалай жетерімді білмей, дал болып тұрғаным деді. Ол бүйірі қампиған ала дорбаны бауынан сүйрете тартып, күтіп алады деп еді ауылдағылар. Хабар дұрыс жетпеген бе? Вагонның алдынан ешкім тосқан жоқ. Қиналып тұрмын, шырағым. Жүзің пәстеу, дұрыс бала көрінесің. Жөн сілтеп мәшінеге мінгізіп жібермені. Дұрыс қой, бірақ сізге қалай көмектесем екен, атай, деп ойланып қалған Нұрсейін аңғал жалынышпен өзіне үміттене қараған шалды бір түрлі аяп кетті. Тұратын жерінің адресі қандай қызыңыздың? Адресі дейсің бе? Деп ол күртесінің омырау ілгегін ағытып, бешпентінің ішінен қабаттап киген тер кеудешесінің қойын қалтасынан шығарған әмиянының қатпар-қатпарын ақтарып, торкөз дәптердің 4 бүктелген парақшасын суырып алды. Міне, мынаған жазылған тамыр. Тамыр дейме, мамыр дейме, әйтеуір өңшең бір жаңа үйлер салынған жерде көрінеді. Үйінің нөмірін, мәшіннен түсетін жерін мұқияттап жазып сызып көрсеттік деп еді. Нұрсейін шалдың зіл қарабатпан дорбасын арқасына салып, оны соңынан дедектете ертіп, аялдамаға дейін әкеліп, қаланың күнбатыс жағындағы бір қиырда орналасқан шағын ауданға жүретін микроавтобусқа мінгізді. Шырағым, менің әлгі кенжем Асқарбегім сияқты сөз қайтармайтын ұяң бала екенсің өзің. Көп жаса, бақытты бол деп, қалбақтаған шал қалтасынан тағды әмиянын шығарып, оған ақша ұсынды. Сыйға сый, сыраға бал деген, ала ғой айналайын. Қазір босқа істелетін еңбек жоқ. Аз да болса көпте көріп, атаңның бергенін ал. Нұрсейін шал ұсынған 100 теңгелікті өз алмай, жүргізуші жігітке беріп, одан қартты үйіне дейін апарып тастауды өтінді. Атай, ренжімеңіз, ешқандай ақсыз пұлсыз өзім-ақ жеткізіп тастар едім, бірақ бір тығыз шаруамның болып тұрғаны. Мына жігіт баратын үйіңіздің есігіне дейін апарып, жүгіңізді түсіріп береді. Жолыңыз болсын, деді Нұрсейін шалды қолтығынан демеп, жүргізушінің қасына отырғызып жатып. Алаң болмаңыз, қызыңызбен аман есен қауышасыз қазір. Күздің тұнжырап түскен түні денені тоңазытқандай екен. Микроавтобус жүріп кеткесін сыртта көп кідірмей, араның ұясындай құж-құж қайнап адамдардың бірі кіріп, бірі шығып жатқан вокзалдың ішіне қайта кірді. Бір түнге тұрақтайтын пана іздеп кірді. Вокзалдың ана басы мен мына басына бір шығып, астыңғы-үстіңгі қабаттардағы жолаушылар залын бір-екі айналып шыққан Нұрсейін бешпентінің төс қалтасында бүктелген 20 теңгені, егер мына жерден пана таппай қазір жатақханаға оралуына тура келсе, троллейбустың жолақысын төлеуге жұмсайтынын ойлады. Ал осында қалатындай болса, бұған перронға келіп тоқтаған пойызды жағалап, оны-мұны тағам сатып жүргендерден алақандай күлше нан немесе арасына картоп салынған бір түйір самса бөрек алып жейді. Темекі шекпейтіні қандай жақсы. Әйтпесе қолын созып, түйірлеп темекі сұрап, тілемсектеніп кетер ме еді қазір? Өзінің осы халінің
тым құрығында шылымшылардан жақсы екендігіне көңілі бір жеңілейіп қалғандай болды. Жайғасып отырып демалатын орын таппағасын Нұрсейін перронға шықты. Ташкенттен Новосібірге қарай өтіп бара жатқан пойыздың бірінші жолға келіп тоқтайтынын хабарлаған вокзал анықтамалығының кезекшісі жүктерін ұмар-жұмар көтеріп абыр-сабыр қозғалысқа түскен жұрттың сақ болуын ескертті. Қол-арбаларын салдыр-гүлдір еткізе сүйрелеп, жалаң-жұлаң жүгірген жүкші жігіттер жұртпен араласып перронға анталап шыға келді. Осы мезет арбасын даңғырлата вагондарға қарай ұмтылған тығыршықтай қара қолында бір табақ самса ұстап, пойыздың тоқтауын күтіп тұрған қызды бұлтың ете қалған темір арбасының артқы жақтауымен қатты қағып өтті. Самса толы табақ төңкеріліп, анадай жерге ұшып кетті. Қыз оқыс шыңғырып шалқасынан құлады. Арбасын тез-тез бұрып алып, жұрттың ара-арасымен зыта жөнелген әлгі Нұрсейін екі-үш аттап, қарғып барып желкесінен бүріп, жылқып қалды. Тез есін жиып алған тығыршық қара дөп-дөңгелек көздері тесірейіп, тістеніп, ежірейіп шыға келді. «Өй, боқмұрын, саған не жоқ, мә!» деп ол Нұрсейінге қолын шалт көтеріп сілтеп қалды. Жалт беріп үлгерген ол, оң қолының қатты соққысымен ежіреңдеген әлгіні иектің астынан ұрды, сілтейіп түсірді. Айнала заматта ызы-шу айқайға толып кетті. «Семаны, Сембекті сабап жатыр» деген әлдекімнің тамағынан жыртыла шыққан даусы естілді де, көзді ашып жұмғанша тығыршық қараның перронда жүрген сыбайластары Нұрсейінге құтырына келіп жабылды. Бас көзіне қарамай оны тепкілеп есінен тандыра сабап, жым-жылас ғайып болды. Ол орнынан тұрғысы келіп, талпынып бір қолымен жер тірей көтеріле берді де, көзінің алды қарауытып шалқасынан сұлқ түсті. Қанша уақыт өткені белгісіз. Вокзалдан перронға шыға берістегі арқалығы жоқ ұзын сәкінің үстінде жатқанда есін бір-ақ жиды. Мұның түк жазығы жоқ. Иегі кемсең-кемсең етіп, қол орамалымен оның қан-қан болған бет-аузын соққыдан домбығы пісіп кеткен көзінің алдын сүртіп отырған ақ торғын жүзді қыз Нұрсейінге төне қараған екі полицияға жасқа ашыланған мұңлы көздерімен алма-кезек жәутеңдейді. «Жазығы жоқ мұның, әлгілер. Осы араның арба сүйреткен иттері, шәйкелері қаңсыратып кеткен. Бұл бейшараны не үшін сонда өлімші қылып ұрған?» дейді бойшаңдау келген ақсары секпіл бет, жирен қабақты полиция дүмәда үнмен. «Азымыз ұрттап алып, шамына тиіп өзі ұрынған болар. Қолында газ шақпағын жөнсізден-жөнсіз шырт-шырт шағып, менменси сөйлеген қос ұрты бұлтиған қиықша мұртты сойындағысын ашықтан ашық айтты. «Мен оларды білемін. Жұрттың жүгін арқалап күнін зорға көріп жүргендер. Олардың қараптан қарап жүрген адамға тиісіп несі бар? Зардап шеккен мұндайлардың ақырында кім болып шығатындарын көріп жүрміз ғой. Есін жиса, апарып қамап тастау керек қазір». «Жоқ» деп құлындаған даусымен шыңғыра айқайлаған қыз орнынан ырғып атып тұрды. «Қазір жедел көмек келеді. Мына түрмен ол сендердің түрмелеріңе жетпей өліп қалады. Бермейм. Мұртты полиция шырпыры шығып шырылдаған әлжуаз қызға қабағының астымен түксие қарады да, «Мынау сенің кімің еді?» деп сұрады. «Ешкім емес. Атында кім екенді білмейм. Ол мен үшін, әлгілерден мен үшін таяқ жеді. Олардың әлгі Сема дегені мені арбамен қағып, шалқамнан түсіріп өлтіріп кете жаздады. Содан соң ол...» Көмейіне тығылған өксіктен үні дірілдеп, сөзін аяқтай алмаған қыз екі қолымен бетін басып сұлқылдап жылап жіберді. Нұрсейін осы мезетте басын көтеріп кеудесін сәл ғана тіктеп жантая отырды да, селкілдеп жылаған Күнімсаяны иығынан сипалап жұбатқандай болды. «Жа, жетер енді. Бірін қаңсырап таяқ жеп, бірін жылап, не болды соншама?» деп мұрттып милиция аяушылық білдіргендей болды. Онан да, «Сен мынаны айт. Мынаның жазықсыз екеніне сенен басқа куәлар бар ма?» Өксігін баса алмай, жасқа шыланған көздерін кішкентай ғана қос жұдырығымен сүрткілеген қыз, «Болды, бәрі көрді, бірақ ешкім арашаламады, аямат» деп тағы да булыға жылады. «Осының барлығын түп-түгіл қағазға түсіріп, бірінші қабаттағы тірек пунктіндегі кезекшіге апарып беріңдер» дегеннен әрі аспаған тәртіп сақшылары жөндеріне кетті. Күнімсая Нұрсейіннің өміріне осылайша енді. Бірін-бірі аяған, бірін-бірі қорғаған екі тағдыр бұдан соңда бірін-бірі ең кіршіксіз сезіммен аялай бастаған еді. Вокзал түбіндегі шағын асхананы сатып алып,
өзінің жеке шайханасын ашқан Бірмәт деген ұйғырға күнкөріс үшін жалданып жұмыс істеп жүрген нан тоқаш тағамдарының технологы Күнімсаяның басындағы хәл де сондай еді. Институттан соң 1 жыл сенделіп, үлкен қаладан қызмет таба алмай, ақырында екі беті нарттай, бүйірі тоқ, іскер шайханашыға жалданып, жол бойына шығып, тегеш-тегеш самса сатып жүрді. Қызылорда жақтағы түпкірдегі бір жүдеу ауылда жүдеу тіршілік кешіп жатқан әке-шешесі мен бауырларының пайымдауынша, Күнімсая үлкен қалада неше түрлі тағам пісіріп, халықтың қарнын тойғызып жүрген дипломды дырдай қызметкер. Олардың сонау алыс қиырдан қазіргі күндері үлкен қалаға бұрынғыдай салы бұрып келе алмайтыны қандай абырой. Әйтпесе мұның самса сатып жүргенін көрсе, жердің үстімен келіп астымен кетер еді байқұстар. Намысты аяқ асты етерлік қу тірлік ай. Жегенде тілді үйретін, ал бәрінен бұрын қалтасына біразырақ ақша түсіретін бір табақ самсаны рәсуа еткенмен қоймай, аузы басының сау тамтығы жоқ қайдағы бір қаңғыбасты шайханаға солаңдатып, ертіп әкелгені үшін Бірмәт ака Күнімсаяны жерден алып жерге салды. Бұлары көшедегі қаңғыбастарды паналататын орын емес. Не бетіңмен мына біреуді ертіп келіп тұрсың? Өзінің көз алдының сау тамтығы жоқ, әбден ішкен, сосын төбелескен ғой мынау. Жұмыс істеп тамақ асыраудың орнына осындайлармен үйірлескен сен сияқтылардың маған 5 тиынға қажеті жоқ. Бұлара притон емес. Шайхана қожайынының семіздіктен жылтыраған қызыл қошқыл өңі әлем тапырық болып сұрланып кетті. Әйтіп бүйтіп әуелі өзіңнің жағдайыңды түзеп алмай, вокзалда сенделіп жүрген мынау сияқтыларға мүсіркейтін сен кім едің сонша? Ойбай-ау, мұнымен қоймай, қанша дүнияны рәсуа еттің. Бір табақ самсаның ақшасы жарты айлық жалақың. Оны сен қайтып толтырмақсың, а? Еңбек ақымнан ұстап қалыңыз, деді Күнімсая. Керауыз қожайынның таусыла сөйлеп, намысқа тиетін сөздеріне жыны қырыстап. Бір табақ самсаның ақшасына күнім қарап қалмайтын шығар. Бұл әбден тойынып құтырған адамның сөзі. Бірмәт сұқ саусағын төбеге шаншып, шайхананың түп жағындағы кабинет аталатын аядай бөлменің ішінде ерсілі қарсылы кезіп кетті. Бір табақ самса түгілі, бір шайнам нанға сар болып жүргендер қазір қаншама. Солардың кез келгені алақайлап жүгіріп келет қаласам. Сондықтан сен қыз секірме. Жұмыстан бүгіннен бастап босатып жіберемін. Самса пісіріп сатуға сенің дипломыңның қажеті шамалы. Ұқтың ба? Өзін аяқ асты еткен сөздерді естіп тұра беруге бұдан әрі шыдай алмаған Күнімсая жанарынан ыршып-ыршып кеткен жасқа булығып, есікті тарс жауып, сыртқа ытып шықты. Шайхананың ішінде бос үстелдің басында мұны күтіп, көңілсіздеу сұлқ отырған Нұрсейінге ол қожайынмен екеуінің арасында болған жайсыз да келеңсіз әңгімені бүге-шігесіне дейін ақтарып жатпады. Бар айтқаны, енді бұл жерге қайтып оралмайтын болдым, жұмыстан шықтым, деді. Жұмыссыз қалудың еңсені басатын зардабын басынан өткере бастаған Нұрсейін оның бетіне аңыра қарап тұрып қалды. Қалайша, бір табақ самса үшін бе? Жоқ, тоқтай тұрш. Бұлай болмайды. Жұмыссыз қалудың не екенін сен білесің бе? Қазір барып кешірім сұра. Екеуміз барып кешірім сұрақ әйтпесе. Күн қалып, түн қалып жұмыс істеп берейік сол үшін. Жалынайық тіпті болмаса, деп абыржыған Нұрсейіннің шыр-пыры шықты. Мен кінәлімін бәріне. Мен қабат деген ай. Күнімсаяның басына түскен халге оның өзінен бетер қамыққан Нұрсейіннің өрікпіген көңілі көпке шейін басылмады. Тұттай болып, аш-жалаңаш қалсам да, біреуге жалынып, аяғына жығылып өмір сүре алмайым. Бүйтіп төмендеуге, шынымды айтсам, арым жібермейді. Сен мені түсінші, Нұрсейін. Сені де өзім сияқты көргім келеді, деген Күнімсаяның сөздеріне ол ерексіз ойланып тосылып қалды. Нұрсейіннің ойы ойран-асыр болып, ыңғайсыз, абыржыңқы күйге түсіп келе жатқанын тап басып сезгендей, ол жүзіндегі көлегейді жып-жылы, әдемі жымиысымен серпіп тастады. Сені түсінемін ғой, әрине. Жұмыс таба алмай жүрдім дедің. Жұмысы жүрудің қиындығын сен менен де жақсы білесің, бірақ менің соншама таусылып, сені қожайыныңа жалынышты болуға итермелеуім әрине дұрыс емес, білем. Нұрсейін өзіне бір түрлі нұрлана қарап келе жатқан Күнімсаяның жанарынан тұнық болып мөлдірең ете қалған нәзік еркелікті аңғарды да, сөзін кілт үзіп, бетінің ұшына лып-лып етіп қызғылт рең ойнап шыға келді.
Енді екеуміз де жұмыссызбыз. Бірімізді біріміз жақсырақ түсінетін боламыз деп жарқылдай күлді Күнімсая. Ең бастысы, біз ешкімге тәуелді емеспіз. Солай емес пе? Иә? Иә, ешкімге тәуелді емеспіз. Қалғанының бір жөні бола жатар енді. Көңілінің өрекпуін басып, жігерлене серпілген Нұрсүйіннің сөзінен жалған асқақтауды емес, жігіттің нағыз шымыр мінезін танығандай болған Күнімсая, мойнынан салмағы зілмір, бір ауыр жүк түсіргендей осы бір сәттерде жеңілейіп қалды. Ол өңмеңді қарған күзді желдің өтінде жападан жалғыз емес, Нұрсейінмен бірге қалғандықтан ғана күремеді. Қатыгезде менмен үлкен қалада өзіне аяушылық білдіре алатын адамның тосыннан болса да қасынан табылғанын кәдімгідей медет тұтты. Ағалы қарындастай болып басталған ілкідегі бауырластықтары бір аптаның жүзі өтпей-ақ бір-біріне деген өзгеше биязы сыйластыққа, сезімтал сыйластыққа айнала бастаған сәттердің әсерін Күнімсая мен Нұрсейін еріктен тыс түйсініп, ыстық қимастықпен алабұрта сезінді. Осыншалықты іңкәрлікпен бір-біріне ұмтылдырған ғажайып күштің алдында екеуі де дәрменсіз болып қалды. Бір матакадан алған соңғы жарым-жартылай еңбек ақысының азнаулақ тиын тебенімен жатақхана бастығының көңілін аулаған екеуі бұрынғы жұпыны жадау бөлменің ішіне жылу ұялатып, жайнатып жіберді. Шексіз бақыттылықтан бір-біріне елжірей қарап, оттай ыстық құшақпен табысқан екеуі, сол ынтық күндері қазақтың өңшең өздеріндей қыз жігіттерін паналатқан жұмысшы жатақханасының бір бөлмесінде бірге тұрып, өздерін мәңгілікке жұптастырар ұяның сұлбасын сала бастады. Бір-бірін ойламаған жерден табыстырған қиындау тағдырларын, өмірдің ең бір бақытты сыйына балаған ғашықтар құштарлық, тіленістері асып төгілген қызулы мезеттердің бірінде болашақ ұрпақ дәнегінің құрсақтағы нәзік тіршілігіне негіз салды. Күнімсаяның көзіне күздің сол күнгі көңілсіз ымыртында сидам, жадау, көріксіздеу көрінген Нұрсейін енді байқаса, қара торы өңді, сәл атшақтылау бет пішіне біткен тұп-тұнық, қоңырқай қой көзі, қырша, көтеріңкі мұрны сымбатты жарасқан бойшаңда келбетті ақ жігіт екен. Оның ашық жарқын көңілінің құбылысы сәл нәрсеге аңғал таңырқаспен жаутаңдай қалатын көздерінен бірден байқалып тұрады. Күнімсаяға өзінің кім екенін, қандай адам екенін Нұрсейін айдынды көлдей бір тұнып, бір тербелген көздерімен ұғындырды. Сол мезеттен бастап өзіне қарай арбаған бір құдіретті нәзік тартылыстың тұтқынына айнала бастағанын үнемі сезінумен болды. Бұл бір сәттік болмашы егілу, елжіреу емес, нағыз ғашықтық екенін Күнімсая ып-ыстық құшақтары бір-біріне айқара ашылып, бар-бар қызуымен табысқан ынтық шақта күйіп жанған тән сезінуімен де, ой-сана сезіммен де айқындап еді. Қандай ғажапсың деп, сүйсінген Нұрсейіннің елжіріні екі бет албырап жатқан оны тәп-тәтті әлдиге бөледі. Сен де кереметсің жаным, деп жұқалтаған еріндері тірілдей сөйлеген ол, ып-ыстық демін шарпып, Нұрсейіннің алқынған жалаңаш кеудесіне басын қойып, кереметсің, армансыз балбыраттың ғой жаным. Өн бойым тұтастай балқып, от болып жанып, саусағымның ұшына дейін тәп-тәтті шымырлап жатыр. Шымырлап жатыр. Сеземісің? Сеземін күнім. Сезіп жатырмын. Өйткені сен менсің, мен сенмін. Екеуміз бір жан, бір тәнге айналып тұтасып барамыз деп, Нұрсейін оның ақ-торғын мойнын толысып, жұмырланған қос анарының мейіздей үшін алма кезек қытықтай сорғылай сүйді де, ақ балықтай шоршыған мінсіз, сұлу тәнді бауырына қыса берді. О, жаным, одан бетер шымырлап барам. Одан бетер шымырлатып барасың мені, құдіретім-ау. Кереметім-ау. Ол көзін бір жұмып, бір ашып табысудың шексіз, рахат ләззатын сыйлаған қызулы мезеттің еркіне армансыз беріліп жатты. Сол түні кемерінен асып төгілген ғашықтық, құмарлықтың ынтық ынтызарлығы екі тәнді армансыз тұтастырып, жарық дүниенің бетіндегі ессіз рахаттың көл-көсір әсеріне бөледі. Бұған дейін, осы бір мезетке дейін, бір-бірінсіз қалай жалқы өмір сүргендері ақылға сыйымсыз, санадан тыс құбылыс болыпты. Бұған дейін, осы бір мезетке дейін екеуі бір-бірінің мынау өмірде бар екендіктерін қалайша білмеген, қалайша сезбеген. Тағдыр деген осы болар ау сірә, осы болар.
Сол түні бірінің әке, бірінің ана болар ғұмырының сағаты соға бастағаны шырын ләззаттың әлдиіне тербелген екеуінің қаперіне де кірмеген болатын. Үлкен көшенің бойынан ақыры бір тұрақ тауып, жалдамалы күнкөріске мойынсұнған Нұрсейін бұрын үлкен кеңсенің бірінде қызмет істеген орта шенді шенеунік, қазіргі дөй кәсіпкер бизнесші Төредбектің мұқтажына жарап, қыс бойы оның қаланың шет жағындағы жарым-жартылай салынған 3 қабатты үйінің құрылысында осындай іске қолы ұсынақты, өзі сияқты 4 жігітпен бірге жұмыс істеп шықты. Еңбек ақысын үйін мұнтаздай ғып бітіргенде беруге уәде жасасқан әлгі мықты жеме-жегімге келгенде қалтасы таязданып, түртінектеп істеп жүрген кәсібі дағдарысқа ұшыраған болып шықты. Әбден ашынып, өңдері өрт сөндіргендей болып түтіктей соқталдай 4 жігіттің неден болса да тайынбайтын тас түйін түрінен сескенді ме, біреуіне шағындау дачасын, екіншісіне шетелдік маркалы көне мәшинесін, қалғандарына оны-мұны, құнды мүліктерін және бәріне теңдей бөліп, азнаулақ ақша беріп, зорға есеп айырысып құтылды. Баспанасыз Нұрсейін еңбек ақысына дача дегені ғана болмаса, әлгі қожайынның тау баурайындағы іш сырты тап-тұйнақтай жер жаймен жағылатын пеші бар 3 бөлмелі үйін қалады. Күнімсая мен Нұрсейін өздерінің құтхана баспанасына заңды түрдегі ерлі зайыпты болып кірді. Күнімсаяның шүкті құрсағында 3 айлық бала бар екендігін растайтын емханадан алған анықтамасын көрсетіп, қаланың бір қалтарысындағы азаматтық хал актілерін тіркейтін аудандық бөлімшеге барып екеуі некеге тұрды. Тау баурайындағы үйде олардың жаңа мағынадағы тіршілігі басталды. Күн ұзағына жалғыз қалып, Күнімсая Нұрсейінін тағатсыздана сағына күтеді. Жаздың ұзақ күні өтіп болмай, сабыр шыдамының әбден таусылатынын қайтерсің. Күн төбеден ауған сәттен бастап, ол сағат санай бастайды. Бірақ сағаттың ұзынды қысқалы тілі адам айтқысыз баяу сырғиды. Күн табағы көкжиекке құлап, кеш мезгілінің ал күрең реңкі байыздаған шақтарда ғана Нұрсейін тау баурайындағы мекеніне, Күнімсаясына оралады. Сарала таңнан кешке дейін бір күннің ырыздығын тапса да, таппаса да, ол шаршап шалдыққанын сездірмейді. Өзін сарғая күткен сүйкімді жарының қуанғанын жасыра алмай күлімсіреген, әдемі, мөлтең жанарына елжірей қарап, көңілінің жайдары шуағын мейірлене төгеді. Осындай ынтық сәттерді сыйлаған тау баурайындағы оңаша өмірлерінің бақыттылығына екеуі шексіз қуанып, көлгөсір шаттыққа армансыз кенеледі. Мұндай шақтарда мынау өздерінің ұядай ғана баспанасы аясына мынау ғаламат таулар, анау төмендегі үлкен қала сыйып жатқан жер ғаламында екеуінен асқан бақытты ешкімде жоқ еді. Бақытты жұптың тәтті сүйіспеншілігінен пайда болған құрсақтағы нәресте болмыс лүп-лүп ете түскен тыныс бүлкілімен өзінің бар екендігін сездіргендей, анасының шадыман сезімдермен алабұртқан жүрегін жеп-жеңіл ғана шымыр еткізіп, олармен бірге күлімсіреп, олармен бірге қуанып жатты. Нәресте болмыс неге екені бүгін деміл-деміл тынышсызданып, анасының құрсағында бүлк-бүлк қозғала берді. Төсек-орынды жиыстыру, кешкі астан кейін жуылмай қалған ыдыстарды жуып шаю секілді үй ішіндегі оны-мұны жеңіл-желпі шаруалармен айналысып жүрген Күнімсая, мұны күн сайын өсіп, жетіліп келе жатқан баланың дағдылы қимылы дегенге сайып, пәлендей мән бермеген еді. Түс ауа жүрегінің басы төмен суырып, құрсақтағы әлгі тыпыршудың жиілей бастағаннан көңілі алабұрта берді. Үйге бір кіріп, бір шығып, бір жатып, бір тұрып, байыз таппады. Арасында сәл ғана саябыр тауып артынша кіндіктен төмен түсін әнтек бүлк еткізетін қытықшыл тыпыршу жанын сыздатып ауыртпағанымен, мезгіл-мезгіл көңіл ауанын үргелек сезіммен тітренте берді. Бұларға көрші, жасыл бояулы қаңылтыр шатыры бар тап-тұйнақта үйдің иелері, орта жастағы ерлі зайыптылардың қастарына кішкентай немересін, 4-5 жастар шамасындағы кекіл желбіреген ұл баланы алып саяжайларына келіп жатқанына бір аптадай болған. Атасы мен әжесінің қасында бірер күн біраз айналсоқтап, саяжайдың ұңғыл-шұңғылын тегіс шарлап шыққан әлгі бала енді бұлардың ауласына келіп, Күнімсаяның маңында үйірсектейтін болған. Дөптіңгілік болып ұшқын атқан қарағаттай
Көзі ойнақшып тұрған бала дегеннен Күнімсаяны ересек адамдарға еліктеп сөйлеген шүлдірлеген қызық тілімен, сүйкімділігімен баурап алды. Ұзақ күнді қысқарта алмаған Күнімсая бір уақыт сол баламен алданады. Бүгінде ол мұның осы жайсыздау халін бір шама уақыт ұмыттырып жіберді. Тәте, айтшы, сенің мен сияқты балаң болса, күнде-күнде балымызда қалып бересің ғой, иә? Оған, қой, тамағың ауырып қалады, жаман бала ғана балмыздақты көп жейді демейсің ғой, иә? Дейді кекілінен сипаған Күнімсаяға аңғал жүзі кәдуілгідей маңыздана бола қалып. Көп, мынандай үлкен балмыздақ алып берер едім де, қашан тауысып жеп болғанша кекілінен сипап отыра берер едім бүйтіп, дейді Күнімсая оның басынан мейірлене сипап. Сен сияқты ақылды бала балмыздақты әрине тамағы ауырғанша жемейді ғой. Менің айтқанымды тыңдайды, Әлішер де мамасының айтқанын тыңдайды. Солай емес пе? Жоқ, мен атам мен әжемнің айтқанын тыңдаймын. Мамам қазір папам екеуі ыстық көлге Айжанды алып, суға түсуге кеткен. Оны ыстық көлден қайтып келгесін тыңдаймын. Мамамның айтқанын ол жақта қазір Айжан тыңдайды. Сен де Айжанда ақылдысыңдар. Күнімсая оның нақты жағдайға байланысты айтқан нақты жауабын мақұлдап қойды. Айжан да сен сияқты балмыздақты жақсы көреді екен ғой, иә? Жоқ, деп шіңгірледі Әлішер. Ол қыздар сияқты шоколадты жақсы көреді, ал шоколад жегендердің тісі кемпірлердің тістері сияқты түсіп қалады дейді мамам. Сондықтан Айжан шоколадты оларға көрсетпей жейді. Сұмдық-ай, деп өтірік шошынған болады Күнімсая. Айжан тістерін аямайтын қыз екен ғой сонда. Жоқ, ол аяйды тістерін. Айжан, мамам кәмпитті көп жемесін деп өтірік айтады. Өйткені әжемнің тістері түсіп қалған жоқ дейді. Айжанның айтқаны рас, әжемнің тістері түспеген, тіпті қайта жылтырап, жарқырап тұр. Сіз оны көрдіңіз ғой, тәте? Көрдім, сенің әжең онша кемпір емес қой, сондықтан оның тістері әлі түспеген деп Күнімсая Әлішер айтқан дәлелімен келіспейді. Кемпір болмаса ол қайтып әже болады. Сіз қуланып тұрсыз ғой. Білем. Әлішер өзі күлім-күлім етіп оған саусағын безеп қойды. Рас айтам, шыным, сенің әжең, қалай десем екен, әлі жас, онша кәрі емес, дейді ол өзіне көздерін ойнақшытып. Сенімсіздеу қарап тұрған баланы сендіргісі келгендей. Рас айтам, сенің әжең жас әже. Екеуінің әңгімесін осы тұста Әлішер, әлекен, қайдасың, қайда жүрсің, деп іздеген әжесінің дауысы үзіп жіберді. Омыраулығы толқынды көгілдір жолақпен әдіптелген, жеңіл спорт костюмін киген, желкесін жаба қидырған шашын мөлдей қап-қарағып бояған ақсары жүзді көрікті әйел үйдің биік табалдырығының басқышында тұрып, жан-жағына көз жіберіп, Әлішерді іздеді. Әлішер бұқпантайлап Күнімсаяның тасасына тығылды. Бұлай етуге болмайды, Әлішер. Әжең сені іздеп, көңілі алаң болып тұр. Қане бұлай шығып, жасырынбай көзіне көрін, деді. Күнімсая оны қолынан тартқылап. Жоқ, тәте, жасырыңызшы мені, көрмесін. Ол қазір маған ұйықтайтын уақытың болды дейді. Ал менің тіпті ұйқым келмейді, дейді. Әлішер қыңырлана қыңқылдап. Жасырыңызшы, Құдай үшін. Әжең қазір бәрібір сені тауып болады. Әне, бермен қарай келе жатыр. Енді маған ұрсатын болды. Сені жасырып тұрғаным үшін, деп сыбырлады Күнімсая. Тасаланып мұның бүйіріне тұмсығын тығып, жасырынған сүйкімді балақайдың жұп-жұмсақ кекілін сипалап. Ақылды бала деген әжесінің айтқанын тыңдайды. Сіздің де балаңыз ұйықтайтын ақылды бала бола ма, тәте? Деді мұрны пыс-пыс етіп, кіп-кішкентай қолдарымен Күнімсаяны қапсыра құшақтаған ол. Ол қазір сіздің мынау дәп-дәу болып тұрған ішіңізде ұйықтап жатыр ғой, иә? Жүзіне лып етіп қызғылт реңк ойнап шыға келген Күнімсая тықылдаған мына құйттай неменің төбеден түскенде етіп айтқан сөзіне еріксіз жымия берді. Шарбақтың арғы жағынан бұларды көріп, сол тұсқа жақындап келген Әлішердің әжесі: «Біздің мына тентек әбден басыңды қатырған болар сірә, қайдағы жайдағыны айтып», деп Күнімсаяға қарап, ашық жүзді шыраймен жарқылдай сөйледі. Өзінің де іші пысты. Сендерге қарай тұра, шабады қит әтсе. Әлішер, ұйықтайтын уақытың болды, үйге жүре ғой, қане. Күнімсаяның тасасынан шыққан Әлішер
Сәл тұнжырап, аяғын көңілсіздеу ілби басып, қақпаға қарай жүре түсті де артына жалт бұрылып, «Ұйықтап болғасын мен тағы келемін, жарай ма?» деді. Дөңгелек көздері күлім қаққан ол. «Ешқайда кетіп қалушы болма». «Кетпеймін, сені күтемін, Әлішер». «Кетпейді, сондықтан жақсылап ұйықтап ал», деп әжесі де немересінің көңілін өзінше тыныштырған болды. Әлішердің сөйлегенін қызықтап көңілін біраз сергіткен Күнімсая, оңаша қалғасын тағы да манағы қобалжулы күйге еніп, кештің тезірек түскенін тағатсыздана күтті. Кешке күн ұясына қонған кезде күндегідей асығып Нұрсүйіні келеді. Нұрсүйіні келгесін жүрегінің ерек алабұртқаны басылып, көңілі орнына түседі. Көңілі орнына түскесін құрсағындағы нәресте болмыста тыншу тауып, анасының өзегінен сансыз тамырлар арқылы дарыған нәрлі де қызулы тіршіліктің жылуын алып, құп-құйттай бет сұлбасының ұшына жымиыс ұялап, алаңсыз ұйқыға шомады. Есік алдындағы алма ағаштың аясындағы сәкінің үстіне қисайып жатып, өрікпей бастаған көңілін аз ғана тыншытқандай күйде қалғып бара жатқан Күнімсая тағы бір мезетте құрсағындағы тыпыршыған қимылдан селк ете түсті. Жүрегі ытып шығардай, жұлқынғасын алақанын кеудесінің сол жақ тұсына апарып, содан соң бүлкілдеп жатқан құрсағын ақырын ғана сипалады. Сенде кіп-кішкентай Әлішер құсап, шүлдірлеп, сүп-сүйкімді болып етегіме оралып жүрер ме екенсің деп, нәрестесімен ойша сөйлескен Күнімсаяның жүзінде тәп-тәтті мейірімнің табы албырады. Сенің атыңды Нұрсүйіннің өзі әкең қояды. Дүниедегі ең сұлу есім сенің есімің болады. Балдырғаным, бөбегім менің. Мен сені еркелетіп, ойнатуға еш уақытта жалықпайтын болам. Екеуміз әкеңнің жұмыстан қайтар сәтін күнде-күнде асыға, қуана тосатын боламыз. Сен құлдыраңдап, оның алдынан шығасың, ол шексіз бақыттылықтан нұрлы жүзі алаулап, саған қарай құшағын айқара ашып, аяғыңды жерге тигізбей көтеріп алады. Сенің Әлішер құсап әлденелерді шүлдірлеп айтқан сөздеріңе әкең екеуміз мәз болып, қайта-қайта сөйлете берерміз-ау, бөбегім. Күнімсая құрсағындағы деміл-деміл тыпыршуға түскен нәресте болмыспен қиял сезіммен тілдесіп, өзінен өзі жымиып қойды. Алақанымен құрсағының қозғалып жатқан оң жақ тұсын, манағы сүйкімді Әлішердің кекілін сипағандай аялай сипалады. Бөбегім, құйттай, аз ғана тынышталып, кішкентай көздеріңді жұмып, ұйықташы сәл дамылдап. Сен қозғалған сайын жүрегім лүпілдей береді. Анаңның өзіңді елжіреп сағынатын, сенің жарық дүниеге келуіңді күн санап күтіп жүрген онсыз да мазасыз жүрегін аяшы. Бөбегім, ұйықташы, сәл кірпігіңді айқастырып, сенің тыныш ұйқыңды үнсіз ғана аялайын. Өзгеше бір мейірімді алақанның жұп-жұмсақ қозғалысын нәресте болмыс осы сәтте ап-айқын сезінді. Тыпыршығанын кілт тоқтатып, бір мезет тым-тырыс тынып қалды. Құп-құйттай маңдайының айқындалған сұлбасын анасының алақанына қарай емінтіп, рахат тыншудың әлдейіне бөленді. Міне қызық. Ол алақанын сәл көтерсе, жүрегі кеуде тұсынан төменірек жерден лүп-лүп ете түскенде болады да, қайтадан жанастырса, лүпіл басыла қалады. Күнімсая өз-өзінен шымиып, құрсағындағы сәбиімен алақаны арқылы өзгеше бір толқыныс тебіреніспен үнсіз тілдесіп жатып, алабұртқан көңіл күйін сабасына түсірді. Осы аз кем мезетте езуіндегі нұрлы жымиысын жимай, ол тәп-тәтті ұйқының құшағына алаңсыз ене берген еді. Жемісін биыл мол салған алмағашы өзінің мәуелі саясында алаңсыз дамылдаған жас ананың тыныш ұйқысын сыбдырсыз күзетіп, шырын аңқыған тынысымен оның деміне дем қосты. Мәуелеп тұрған қос тіршіліктің, алма ағашпен құрсағындағы нәрестенің бүлк-бүлк қимылынан ана болу түйсігін айқын сезіне бастаған жас әйелдің бір-бірімен үйлесім тапқан сәтін қызықтағандай, тамылжыған тамыз күні көк сеңгір аспанның аясынан кетуге асықпады. Жаз аспанда ұзақ аялдаған жайдары күн біртін-біртін кеміп, заңғар таудың өркеш-өркеш шарын қызғылт нұрға бояған шақта Күнімсая балбыр ұйқыдан жеп-жеңіл сергіп оянды. Нұрсүйіннің келетін уағының таянғанына қуанып, кешкі астың қамына жедел кірісті. Күнбе-күн қайталанатын тіршіліктің осы көрінісін Күнімсая өңінде емес түсінде көріп жүргендей, үлкен қаланың ішіндегі қауырт қозғалыс, мазалаң
қам қаракетпен тысқары тау баурайының алаңсыз жайбарақаттығымен тыныстаған жап-жасыл табиғаттың кішкене ғана аясында өмір кешіп жатқан екеуінің бақытты оңашалығының әрбір күні, әрбір сағаты күнімсая үшін бәрібір қайталанбастай өзгеше еді. Өз тіршілігінің құбылысын сәт сайын сезіндіріп жатқан кішкентай тіршіліктің жиілей берген қытықшыл нәзік қимыл қозғалысы жас ананың жан дүниесіне өзгеше тәтті тыныс құяды. Нұрсейін, Нұрсейін деймін. Ұйқың келіп жатыр ғой, иә? Жаным, не дедің? Ұйқылаяу жатқан Нұрсейін оның ып-ыстық демінен абыржулы нәзік дірілді сезінді. Білесің бе, біздің нәрестеміз өзі күн өткен сайын біртүрлі қызық болып келеді. Менімен кәдімгідей сөйлесетін сияқты, менің көңіл күйімді сезінетін сияқты өзі. Естисің бе? Нұрсейіннің ұйқыға енді балбырай бастаған жүзінен сүйкімді жып-жылы жымиыстың табы ұялап, келіншегінің ақ торғын мойнынан жұп-жұмсақ өпті де, алақанымен оның әжептәуір ұлғайып қалған құрсағын сипалады. Сенің сипағаныңды біліп жатыр. Көрдің бе? Әне, кіп-кішкентай аяғымен түрткілей ме, жоқ немесе қып-қиыттай қолдарын сенің алақаныңа қарай созады ма екен? Сезесің бе, жаным? Әкесінің алақанымен сипалап жақсы көріп жатқанын сезеді ғой деймін өзі. Солай ғой, иә, Нұрсейін? Құрсақтың кіндіктен бір елідей төмен тұсынан бір бүлк етіп, тағы да сол заматта оң бүйірінің төменгі жағын ала, тағы да бір бүлк еткен нәзік бұлқынысты ол жан дүниесін кенеттен өрекпей жөнелткен қуаныштың толқыныс дірілімен сезініп түйсінді. Кеудесіне беймәлім ыстық ынтығыс, әкелік сезім ынтығысы ұялады. Күнім менің деп, қызулы деммен күнімсаяның албыраған бетіне шарпыта сыбырлаған Нұрсейін оның ып-ыстық жасқа шыланған көзінен қайта-қайта сүйді. Неге жылап жатырсың сен? Білесің бе, жаным, екеуміздің, жоқ, мынау үшеуміздің шексіз бақытты екенімізді қатты-қатты ойлағандықтан көзімнен аршып кеткен бір тамшы жас қой ол. Бір тамшы болмашы ғана жас. Құлыншағымызды аман-есен, пәле-жәле қиындыққа тап қылмай, бауырыма алсам екен, сол күн жақындаған сайын біртүрлі қобалжып, біртүрлі елегізіп, толқып жүрмін. Өткен жолы ақылы емханаға барып көргенімде дәрігер, алғашқыңыз болса, сақтық үшін алдын ала перзентханаға жатып алғаныңыз дұрыс болады дегенін айтып едім ғой. Оған бірақ күнімсая сөзінің аяғын жұтып, тамағына тығылған өксікті әрең іркіп, жанарынан лықсыған жасты көрсеткісі келмей, жүзін ары қарай бұрды. Нұрсейін оны өзіне қарай тартып, жасқа шыланған көзінен алма-кезек сүйді. Жыламаш күнім, саям менің. Біздің ботамыз, біздің сәбиіміз осындағы, әлгі бар ғой, осы қаланың тау жақтағы ең таңдаулы, ең жақсы перзентханасында дүниеге келеді. Сен сонда жатасың, көрде тұр. Осыдан сөйтпесем, ертең көп ақша түсетін бір жұмыс болғалы тұр. Мана келіп сөйлесіп кетті. Ертең соған әлгі адамға жұмысын істеуге келісімімді беремін де, алдымен уәде еткен авансын аламын. Ол 250. Ал тапсырған ісін тыңдырсам, қалған 250-ін қолма-қол береді. Сөйтіп, анау-мынау емес, $500 қолға түседі дей бер. Бірақ мен 2 күн, әр кеткенде 3 күндей бір жерге сапарға кетем. Жалғыз өзің қаласың. Қорықпайтын бол, жарай ма? Немесе мүмкін жоқ. Оның сол мұрсада көкейіне келіп, бірақ тосыннан абыржып айта алмаған сөзін күнімсая бірден түсінді. Мүмкін бірге барып қайтармыз. Әйтпесе, сенсіз жалғыз өзім мұнда қалай қалам? Мына төңіректе әсіресе, түнге қарай саяжайдың төмен жақта тұратын күзетшісінен басқа жан баласы болмайтынын өзің білесің ғой енді. Нұрсейін оның ештеңеден қаперсіз, жалынышты кейпіне жабыға қарады. Жанын жегідей жеген, әлгі байлам жасап үлгермеген құпиясының сырын сездірмеуге тырысып, құрдан құр шаршап қаласың, және не? Сені қайда жұмсамақшы? Қандай жұмыспен бармақшысың? Жоқ, саған баруға болмайды. Сен туралы мен оларға айтқан жоқпын. Сенің менімен бірге жүруіңе олар келіспейді. Сондықтан болмайды. Күнімсая Нұрсейіннің әлденеге абыржып, үзіп жұлып айтқан сөздерінен бір жасырын сырдың бар екендігін түсінсе де, осы ілкімде көңіліне пәлендей секем ұялатқан жоқ.
оның қылмысты іске, қатерлі іске басын тікпейтініне шексіз сенетін еді. Жаңа бір әзірдегі көзіне тығылған марғау ұйқының берекесі қашып, кенеттен сабырсыз күйге түсіп абыржыған Нұрсүйіннің өн бойын енді белгісіз бір секемнің түршігісі билей берді. Сәскеге таяу жан-жаққа ұсақ-түйек жұмыстарға жалдануға кеткен серіктестерінен жалқы қалған оның жанынан зу етіп өте бере, 4-5 қадамдай жерге барып су жаңа ақ сұр Ауди тоқтай қалды. Желкесі күдірейіп, қос бүйірі буынтақ болып бұлтиған орта бойлы 40-45 шамасындағы жігіт сәнді мәшинесінен асықпай түсіп, көгілдір шолақ жеңді жейдесінің қалтасынан әдемі қорапты шет елдік сигареттің бір талын алып, езуіне қыстырып, асықпай тұтатты да түтінін шиырып жіберді. Сірә, жалдануға ләппай қағып тұрсаң, өзің ақ жетіп келерсің деген пиғыл әлгінің осы маңғазданғанынан ап-айқын білініп тұрды. Нұрсейін бірақ тұрған орнынан тапжылмады. Әрбір тоқтаған мәшинеге елпелеңдеп жүгіріп барып, лыпыл қағуға ол өзін үйрете алмай-ақ қойды. Өте қажет болса, жұмыс берушінің өзі елпеңдеп келсін деген жалаң намысы ылғи да кегежесінен тартады да тұрады. Осынысына бола қасындағылар оған Ақсүйек деген атта қойып алған. «Ей, жігітім, неменеге мелшиіп қалдың? Жақындамайсың ба? Бер таман». Даусы өктем, үнінде өзіне өзі мейлінше сенімді адамның сыңайы бар. «Кел бермен. Әлгі не деуші еді? Кісі баласы бір-бірімен сөйлескенше деген сөз бар емес пе? Азымыз тілдесейік». Ол саусақтары быртиған добалдай қолын Нұрсейінге алдымен ұсынды да, тершең, бұлжыр алақанымен мұның қолын сығымдай қысты. «Есіміңді сұраймай-ақ қояйын, менің де аты жөнімнің қажеті бола қоймас саған», деді ол сигаретін езулей сорып. «Түріңе қарасам, сенімді жігіт сияқтысың, өте маңызды, выгодный іс бар. Жүр, мәшинеге барып сөйлесейік». Аудидің ішінде суперкондиционерден су етіп, сабат самал есіп тұр. Кабинаның алдыңғы оң жағында отырған, көзінде қоңыр сарғыш, буалдыр түспен құбылған, ілмегіне алтын жалатқан көзәйнек киген сұңғақ мойынды, шашын күлгін түске бояған жас әйел сүйріктей әдемі, ұзын, сұқ саусағының ұшымен сигареттің күлін панельдің ысырмалы күл салғышына жайменен ғана қағып, оқта-текте Нұрсейінге бір барлап қарап қояды. «Баратын жерің Күйгенді деген станция. Бір күн әрі, бір күн бері. Кішкене қолсандықты, ішіндегісі 15 килограммдай анау-мынау емес. Аса құнды тауар. Күтіп алатын кісінің қолына соны тапсырасың. Бар істейтін шаруаң осақ. Жұмысыңның бағасы 500 көк қағаз. Келсең, жартысын осы жерден алып кетесің. Жартысын өзіңді күтіп алғандардан аласың. Қалай? Тиімді іс пе? Күннің астында қақсып, көше бойындағы мөлеген мына тірлігіңнен әлдеқайда көп. Артық пайдаға кенелесің. Ойлан, бауырым». Нұрсейіннің өңі әнтек қошқыл тартып, өзін мұндай сұмдық іске итермелеп отырған жымысқы бұзықтың саудашыл үгітіне нендей сөзбен тойтарыс берерін білмей түйіліп, тосылып қалды. «Ха, рас, оңай шаруа емес, білеміз», деді. Күлгін шашты сымбатты әйелге көз қырын тастап қойып. «Бірақ бәрі де сәтіне қарай болатын іс. 100% кепілдікті саған ешкімде бере алмайды, сондықтан да жұмысыңның бағасы $500. Және мұны көше кезген кез келгенге тапсырмаймыз. Сен сенімді жігіт сияқтысың». Ол ләм-мим деген жоқ. Келіспейтіндігін білдіріп, басын шайқады да кабинаның өзі отырған жағының есігін аша берді. «Ей, тоқта. Әбден ойлан, ертең осы уақытқа дейін мұрсат береміз. Ал әлде қалай бақсық қылыққа барып, погонды итаршыларды сыртымыздан аңдып қоятын болсаң, бұл көшенің бойында тұрмайтын боласың. Бірден ана жаққа аттандырып жібереміз», деп дөң желке сары сұқ саусағымен аспанды көрсетті. «Осыны есіңде мықтап ұста. Керек болса, біздің де сені аңдытатын сақшыларымыз бар, шүкір. Қоштаспаймыз, ертеңге дейін, жігітім». Осыдан соң көпке дейін өзіне өзі келе алмай, көңілі ойран асыр күйге түсті. Қылмысты өз қолымен, өз еркімен істемек түгілі айтуға аузың бармайтын сұмдық қылмыстың үрейінен тітірене түршіккен ол, мұны қанша ойын алмауға тырысса да тыншу таппады. Есірткі бизнесімен айналысушылардың шырмауына түскендердің одан оңайлықпен құтыла алмайтынын,
оның талай естігені бар еді. Мұқтаждық итермелеп, бір жолғы олжамен ғана оңай шектеліп қоймай, қолдарына кісен кигенше әрекеттен тыйылмағандардың немесе кездейсоқ өліп кеткендердің кейбіреулері өзі құсап жұмыссыздықтан сандалып, осы атышулы даңғылдың бойын жағалағандар екенін де білетін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жалғасын екінші бөлімде айтатын болам. Құрметті тыңдармандар, каналыма тіркеліп, әңгіме ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер. Рахмет.